Біздің заманымыздан бұрын 228-174 жылдары өмір сүрген Мөде шамамен біздің заманымыздан бұрын 200 жылдары әкесінің орнына патша болып, Шанью Мөде ғұндардың биік басына отырады. Хан династиясына бағынып тұрған заман болатын. Хан императоры Мөденің басын елдіру үшін нөкерлерін жіберіп, ғұндардың ең жүйрік аттарын сұратады. Ақсақалдармен кеңесіп, сәйгүліктерді бергізеді. Сонда бір ақсақал: «Ат ердің қанаты, соғыс көлігі, оларға бергенше соғысайық» дегенде, Мөде: «Уақыты келген жоқ, ат табылар, соғысуға біз әлі әлсізбіз» деген екен. Келесі жылы император Мөденің жұбайын сұратады, елші жіберіп. Ақсақалдар кеңесін өткізген Мөде: «Әлі уақыт келген жоқ, елімді қырғынға түсіргенше қатынымды берейін, маған жұбай табылар, ел табылмайды» деп әйелін береді. Қытай елшілері ғұндарға мысқылсынып күліп кетеді. Уақыт өте хан императоры елшілерін жіберіп, шығыс жер аймағын Қытай провинцияларына беруге бұйрықты әкеледі. Ақсақалдар кеңесінде бір-екі ақсақал: «Бос жатқан жер ғой Мөде, бере бер» дегенде, Мөде қылышымен шауып өлтіріп былай дейді: «Мына бос жатқан жерлерде ата-бабалар сүйектер жерленген. Бізге мұра етіп қалтырды, жер берілмейді. Жер ол халықтың, ғұн мемлекетінің меншігі» деп қылышын көтеріп, «Соғыс» деп айғай салды. «Жер бергенше өлгенім артық» деген ұранмен жасақтарын көтеріп, Алтай тайпаларын, хан империясын, шығыс Түркістан өңірін, Байкөлден бастап Тибетке дейінгі жерлерді басып алып, бағындырып, салық төлеткен. Ұлығын империясын құрған Шанью Мөде кодексі заңдарын шығарып, онда жер дегеніміз ол мемлекеттің меншігі деп жазылған. Ғасырлар өтсе де, жер үшін қақтығыс әлі де күшіне мінуде. Солардың бірі қазақ елінің адал ұлдарының бірі Жұмабек Ахметұлы Ташенов. Жұмабек ағамыз ел билігіне араласып, қазақ жерінің тұтастығын сақтауға бүкіл ғұмырын арнады. Тың игеру кезінде Никита Хрущев Қазақстанның 5 облысын Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан өңірін Ресейге қосып алу саясатымен Мәскеуден Соколовты жібереді. 1960 жылы Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметінде отырған Ташенов Целиноградқа ұшып келіп, жоспарлау комитеті келесі жылға керекті бюджеттің мәліметін бермеді деп Соколовты орнынан алып, 24 сағат ішінде Қазақстаннан қуады. Жұмабек Ахметұлының айтқан сөзі: «Тың өлкесі қазақтың жері, ол ешқашан Ресейге берілмейді» деп қадап айтқан екен. Кейіннен Тың өлкесі комитетінің төрағасы Козлов: «Жолдас Жұмабек Ахметұлы, біз сізден ештеңе сұрамаймыз, тек Мәскеудің бергеніне тиіспеңіз» деп қыр көрсетеді. Сонда Ташенов: «Бұл жерлер Қазақстандікі, оны басқарып отырған Қазақстан Компартиясы мен Қазақстан үкіметі. Сіз, жолдас Козлов, осының мүшесісіз. Мынандай қыр көрсететін болсаңыз, қазір партиядан шығарып, жұмыстан босатам» деп кесіп айтқанда, Козловтың зәресі ұшып, көзі алайып, кешірім сұрап жүгірген екен. Қазақтың адал ұлы Жұмабек Маңғыстауды Түркменстанға бермей, оңтүстік жерлерді Өзбекке бермей, Мәскеу қаулыларының талайын тоқтатқан. Кейін орнынан алынған кезде қазақтың ең сүйікті ұлдарының бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Ташеновке қолдау көрсетіп, ұлт мүддесін қорғап, 1964 жылы Өзбекстанға өтіп кеткен жерлерді қайтарды. «Панам да елім, данам да елім» деп басқарған Димаш атамыз Орал, Атырау, Маңғыстау, Ақтау жерлерін Ресейге қосып военный округ жасаймыз дегенде қарсылық білдіріп алып қалған осы Қонаев атамыз еді. Ерейментауда неміс автономиясын құрғызбай, Шардараға атом электростанциясын салғызбаған, Кремльдің саясатын тоқтатқан Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа басымызды иеміз. Жер халықтың жеке меншігі. Қазақ шекарасының белгіленуінің 100 жылдығына арналады. Жинақтап ықшамдаған Бауыржан Сатыбалдыұлы.